Болашақ мамандығында таңдайтын кез келді. Мұндай қадам жасау қиын екенін білемін. Бірақ уайымдама, мен саған қазір бәрін түсіндіремін. Тыңда, біздің университетте 4 институт жұмыс жасайды. Әрқайсының өз бағыттары бар. Педагогикалық институтты қарастырайық. Біріншіден, сенің ОБТ-да жинаған балың 75-тен кем болмауы керек. Екіншіден, өзің де түсінген боларсың. Мұнда болашақ пән мұғалімдері мен тәрбиешілерді, сондай-ақ арнайы мұғалімдерді дайындайды. Мамандықтың артықшылықтарына тоқталсақ, педагогикалық мамандықтарға бөлінетін гранттар саны әрқашан көп. Сенің шәкірт ақында басқа студенттерге қарағанда көбірек болады. Ал оқу орнын бітіргеннен кейін мектептерде, колледждерде, оқу орталықтарында жұмыс істеуге болады. Тіпті өз кабинетіңді аша аласың. Жалпы мүмкіндіктер жеткілікті. Өздерің білетіндей, мұғалімдердің жалақысы да жоғары. Менің ойымша, таңдау айқын. Оқу орнына байланысты ақпаратпен толығырақ танысу үшін университетіміздің Instagram парақшасына жаз. Біз сені күтеміз.